16 желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында қала әкімі Еркебұлан Байахметов қаламыздағы бірқатар медициналық нысандарды аралап шықты. Солардың бірі 2018 жылы есігін айқара ашқан Дәрігер плюс медициналық орталығы. Аталмыш нысанда сапалы дәрігерлік қызмет көрсетілетін болады. Мұнда диагностика, физиотерапия, емдік уқалау түрлері, емдік дене шынықтыру мен консультациялық диагностикалық көмек сынды қызмет түрлерін ұсынатын көрінеді. Бүгінде медициналық орталықта 12 маман қызмет атқарады деп отыр жауапты тұлғалар. Заман талабына сай орнатылған құрылғы толығымен дене диагностикасынан өтуге мүмкіндік береді. Швейцарское оборудование, ударно-волновая терапия. Мұнда біз швейцариялық құрылғыны орнаттық. Бұл қондырғы толқынды терапияның көмегімен остеохондрозды, дененің кез келген жеріндегі ауырсынуды емдейді. Мұнда біз нейрохирургпен және невропатолог дәрігерлермен бірлесіп ауырсынуды емдейтін кабинет ашатын боламыз. Әрі қарай қала басшысы дәл осы бағытта 2018 жылдан бері қызмет көрсетіп келе жатқан лимфосей медициналық орталығында болды. 13 білікті маман қызмет атқаратын бұл орталық бүгінде ересек адамдарға арналған амбулаториялық емханалық көмек, жалпы хирургия, психотерапия, урология, дыбыстық диагностика, онкология бағытында қызметін ұсынып отыр. Ал балаларға педиатрия, дерматология, аллергология сынды бағыттарда емдік шараларын жүргізетін көрінеді. Кездесу соңында шаһар басшысы қаламызда дәл мұндай халыққа қолжетімді медициналық орталықтың барына қуанышты екенін айта келе, өзінің ізгі тілектерін жеткізіп, игі бастамаға табыстар тіледі. Если гарантированного заказа вот, через фонд страхования, конечно, это будет очень большой поддержкой для населения в целом по городу. Біздің тұрғындар үшін мұндай орталықтың болуы әрине ыңғайлы деп ойлаймын. Жұмыстар барысы сақтандыру қоры есебінен жүргізіліп отырса, бұл халық үшін өте қажетті қолдау болмақ.